Қайырлы күн. Бүгін өте оңай муравейниктің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен теркамыздан маргаринімізді немесе сары майымызды өткізіп аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық сахарная пудрамызды және де 2 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып, аз-аздан сала отырып, өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды морозильникке 2-3 сағатқа қатырып қоямыз. Қатып болғаннан соң пергамент төсеп табамызға теркадан өткізіп, аз-аздан 15-20 минутта 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Аз-аздан пісіріңіздер, сол кезде күйіп кетпей, қоңыр түсті болып әдемі болып шығатын болады. Дайын болған соң начинкасына кез келген вареный сгущенкамызды және де сары майымызды қосып араластырып, дайын болған коржымызға салып, жақсылап қолымызбен араластырып, үгіттеп дайындап аламыз. Дайын болғаннан соң өздеріңізге ұнаған қалаған формаға келтіріп, немесе кіші стақанға салып, формаға келтіріп сәндесеңіздер болады. Бетіне шоколадпен немесе макпен сәндесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Сіздермен болған Динара.